Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Сандуғаш Әлімбаеваның отбасын құрғанына 6 жыл болды. Жолдасы Ербол екеуі Ринат деген ұлдарын тәрбиелеп отыр. Бұрын Ербол құрылыс компаниясында менеджер болып жұмыс істеген еді. Қысқартуға түскеннен кейін қолынан келген кез келген істен бас тартпай жұмыс істеп жүре береді. Ерболдың тұрақты жұмысынан айырылуы ерлі зайыптының басына түскен қиындықтың басы ғана еді. Мен жолдасымды өте қатты жақсы көремін. Әрине біз бай отбасы емеспіз, дегенмен Ербол барлық күшін салуда. Ерболдың еңбекқорлығы, талапкерлігі және оның еңбек сүйгіштігі қатты бағалаймын. Және оған қолынан келген барлық көмекті аямаймын. Қазір бірімізге сүйеу болып, бірімізді қолдау көрсетсек, отбасы бақытты болады деп ойлаймын. Тіпті не істерімді білмеймін. Біздің Шолпан күйеуінен арысайын деп жатыр. Мен болсам қолынан ештеңе келмейді. Мама, олар деген жарасым жып еді ғой. Бұл қалай болғаны? Жүрегім ауырады осының бәрін ойласам. Уайымдай бермеңіз, мама. Бәрі жақсы болады. Бір-бірін түсініп кетеді, жастар ғой әлі. Бірі қосылып, бірі ажырап жатыр қазір. Білмеймін. Шолпан болса әлі оқуын бітірген жоқ, жұмыс істемейді. Мен болсам зейнеткермін. Енді Ербол көмектеспесе, бізге кім көмектеседі? Анасына көмектеспегенде кімге көмектеседі? Осы сендер үшін, осы балаларды өсіріп, оқытып жеткіземде бар өмірімді арнадым. Ендігі сендерде балаларым. Бар көмектеріңді аямаңдар бізден. Сандуғаш бұл жаңалыққа аса қуана қоймады. Енесі аяқ астынан өз жағдайын айтып жетіп келді. Сандуғаш бұл мәселені жолдасымен бірге талқылап, қандай да бір келісімге келуді шешті. Ербол, қалайсың? Жақсы. Түріңе не болған? Шаршадым, жұмыс болды бүгін. Бәрі дұрыс па? Жақсы, бәрі болады. Тамақ дайын, жуынып алсаңшы. Бүгін бір квартираны обделкасын жасағанбыз ғой. Иә. Соның хозяйының жарты ақшасын беріп, жарты ақшасын кейін беремін. Түсінбейсің. Өмірде сондай адамдар кездеседі екен. Сосын төлейін деп жүрген болар. Бүгін маман келіп кетті айтпақшы. Ой, мама келді ма? Иә. Не жаңалық дейді мама? Жаңалықтың жайы маз емес. Шолпан ажырасқалы жатыр екен. Ой, сол қызға не жетпейді, күйеуге шығу ойыншық болған? Тиемсе тиіп, ажырасам десе ажырасатын? Енді жастар ғой бір-бірін түсінбей жүрген болар. Татуласып кетер. Чайың дайын ба? Дайын. Чай іш. Сен оған несіне ашуланасың? Қалай ашуланбайсың? Мамам бүгін келіп, Шолпанның оқуын жайлы айтып, өздерінің жейтіні бар, шетіні бар, шығатыны бар. Ақша сұрап келді. Соны Ерболға айтсам қалай болады деп. Енді мен екіге бөлінем ба? Өзім жағдайымды әрең жасап жүргенде енді мойныма отырайын дедім олар. Енді мамаң ғой сенің. Далаға тастайсың ба? Оның несіне ашуланасың? Қалай ашуланбайсың өзім жағдайымды әрең жасап жүргенде? Ерболға бұл жағдай қатты әсер етеді деп ойлаған жоқпын. Әрине ол қазір қатты шаршап жүр. Өзінің проблемасы да жеткілікті. Мен оны түсінемін. Енемнің өтінішіне ренжімесем мен де қуанған жоқпын. Бірақ не істеймін? Олар біздің туысқандар, бас тарта алмаймыз. Осылай Ербол қатты ашуға берілген кезде сабасына түсіріп, басқа әңгімеге бұрмалап жіберемін. Не болса да ойланып шешкен дұрыс. Өзің сөйлесесің ауаныңмен. Жарайды, өзім сөйлесем.
тастан алсаңшы, қазір шай қояйын. Қырсық жалғыз келмейді деп айтады ғой. Шолпан некені дәмін татпай жатып үйге қайтып келмекші. Бұл не деген масқара? Енді туыстардың аузында осы тақырып жүргенде сенімдімін. Шолпан мойныма келіп отыратын болды. Жоқ, мен бұған жол бермеймін. Шолпанға айтам, күйеуіне қайтсын. Күйеуі бағып, оқуын төлесін деймін. Келесі күні Ербол шешесімен Шолпан жайлы сөйлеспекші болады. Ол шешесінің үйіне Шолпанды күйеуіне қайтаруға көндіретіндігіне сенімді болып келген еді. Қалдарыңыз қалай, мам? Құдайға шүкір. Бәрі жақсы бізде. Мен кеше Сандуғашпен сөйлесіп едім. Шолпан сендерге не болып жүр? Қойшы, ол туралы сөйлескім келмейді. Ажырасамыз деп шештік, болды. Жарайды, дұрыс. Оны қайта-қайта сұрап қазбалай бергенін не пайда, балам? Пайдасы бар, мама. Мен бәріңізді қалай асырайым? Шолпанның оқуы бар. 3 жыл оқиды әлі. Жыл сайын оқуың ақшасы көтеріліп жатыр ғой, білесіздер. Қызық, мен енді қалай оқымаймын? Білімсіз қайда барам мен? Қайда барам еді? Күйеуіңе бар. Оқуын төлесін. Біз сен күйеуге не үшін бердік? 3 айдан кейін келіп қайтып келіп менің мойныма отыршын? Мен оған қайтпаймын. Біз ажырасамыз деп шештік қой. Немене ақылы үйрете бересіңдер маған? Мынаны қара. Онда қайтпасаң, оқуың ақшасын өзің төлейсің. Түсіндің ба? Ух, Аллахым, мыналарға не болды менің балаларыма? Ой, Аллай. Бұлардың бұндандай бір-бірімен қырқысады деп кім ойлаған? Керегі де осы еді. Шешелерінің алдында балаларын ұрысқаны. Шолпанды әрең дегенде тыныштырып едім. Ол онсыз да қамығып жүр ғой. Ерболдікі мұнысы несі? Келді де отқа майды құйды да кетті. Онсыз да бейшара қыз әрең жүреді. Ербол ойлайды ғой. Елдің бәрінің некелері өздердікіндей бақытты деп. Қарындасын ренжіткеннен ол не табады? Қолынан келсе көмектеспей ма? Байғыз қызым-ай. Әрғартай өмірі не болды екен? Ербол кеткеннен кейін Қорлан апай мен Шолпан өз жағдайлары туралы ұзақ сөйлесті. Баласының істегені Қорлан апайға мүлдем ұнамады. Мұның барлығы әйелінен болып отырғандығына Қорлан апай сенімді еді. Біз одан көп нәрсе сұрап жатырық па? Осының бәрі ана Сандуғаш деген әйел істеп жүр. Айтпады деме, мен бұны білемін. Сенімдімін мен. Ол өмірде бейшарадай болып тып-тыныш жүріп, үйде бәле шығарады. Менің айтқаным айтқан. Ол бірақ ешкімді тыңдамайды ғой. Тыңдамайды. Тыңдайды, мен тыңдатамын. Ол шешесін тыңдамай көрсін. Ешқайда ол кетпейді. Ол менің ұлым болса, ол мені тыңдайды. Бәрі дұрыс болады деп үміттенемін. Маған айдың аяғында оқу ақшасын төлеу керек қой. Төлемесе мені оқудан шығарып тастайды. Шығармайды. Мен бір нәрсе ойлап тауып қойдым. Ерболға қарағанда мамама сенуге болады. Ербол мені мүлдем түсінбейді. Менің ажырасқым келген жоқ, бірақ осылай болып қалды. Күйеуімен татуласқым келмейді. Бұған менің намысым жол бермейді. Мен сатқындықты кешірмеймін. Ербол анасының үйінен көңілсіз қайтты. Ол Шолпанды үйіне қайтаруға қанша тырысса да, оны көндіре алмай, ұрсып қалғандығы туралы Сандуғашпен бөліседі. Түсінбейді, құлағына да қыстырғысы келмейді, маман. Қатты еркелетіп жүрген сол қызды. Тағы да ұрсып келдің бе? Қалай ұрыспайсың? Ешкімге түсінбесе. Қалай ұрсасың, қалай үзесің қатынасты? Арада сыйластық болмайды ма? Бол, қыш, басын қатырма, шаршап кеттің. Бәрі былығып кетті ғой. Мен бұл жанжалдың жақсылықпен бітпейтінін білгенмін. Дегенмен жақсылықтан үміт күткен болатын. Соңғы уақытта Ербол күйгелектеніп жүр, оны түсінуге болады ғой. А Шолпанның мінезі мәз емес, қырсық. Үндемейтін жерден үндемей қоя салмайды. Ол ондай мінез ер адамдарға еш ұнамайды ғой, оның ішіндегі Ерболға. Сондықтан мен олардың ұрсып қалуларына еш таң қалмаймын. Арты не боларын да білмеймін. Жанжалдан кейін Ерболдың анасы қоңырау соғып, болған жағдайдан шығудың жолын ұсынады. Шолпан екеуі Ерболдың үйіне көшіп келіп, өз пәтерін жалға беруге болатынын айтады. Анаммен дұрыстап сөйлестім. Иә. Бір шешімге келдік. Қандай шешім қабылдадыңыздар?
Біздің үйге келіп тұратын болды. Өз үйлерін пәтерге беріп, кішкене жалақынды, ол табыстарын кішкене өздері шешетін болды. Маған да кішкене жеңіл болатын болды. Түнімен ұйықтай алмадым. Қалай болатынын ойладым. Мамамды да, Шолпанды да ренжіткім келмеді. Енді бізбен бірге тұрса, ұрыс керіс болатынын білгенмін. Енді қайткенмен де бәріміз бір отбасымыз ғой, мені сол ғана тоқтатып тұр. Ербол әрине мені таңғалдырды. Анасы мен қарындасын көшіріп алып келу туралы шешім қабылдайды деп ойлаған жоқпын. Ол маған ұнамайды, бірақ олармен қарым-қатынасымды бұзғым келмейді. Солай болу керек деп қабылдадым. Енді арамызда түсініспеушілік болмайды деп үміттенемін. Ербол телефон арқылы анасымен ұзақ сөйлескесін жұмысына кетеді. Сандуғаш үй жинауға кіріседі. Жолың болсын. Жарайды, жақсы. Кешікпе жұмыстан. Жақсы. Ма? Ербол үйде ме? Ол жұмыста ма? Оның болмаған дұрыс болды. Екеуміз көзбе-көз сөйлесуіміз керек. Жайшылық па, мама, тыныштық па? Сен қалайсың? Туысқандардың арасына ашуға бола ма екен? Сен барып тұрған ұятсызсың. Түсіндірсеңізші, мам, не болып қалды? Не болып қалды? Не болып қалды дейсің? Бетіме қарай күлерсің сен менің. Артымнан неше бір жаман сөз айтасың. Сен осының бәрін істеп жүрген сенсің. Не істеппін, айыбымды айтсаңызшы, Мен мам. сені мұндайды күтпеп едім. Сандуғаш пен Ерболдың отасқандарына біраз жыл болды. Ербол қысқартуға түсіп, тұрақты жұмысынан айырылады. Жұт жет ағайынды демекші, Ерболдың қарындасы күйеуімен ажырасып, үйге қайтып келеді. Бұл аз болғандай, шешесі қаржы жағынан Ерболға жәрдем бер деп талап етеді. Ербол шешесі мен қарындасын үйіне көшіріп алып келіп, пәтерді жалға беруді ойластырады. Сандуғаш күйеуінің шешімімен келіседі. Алайда, енесі жанжал шығарады. Түсіндірсеңізші, түк түсінсем бұйырмасын, не болды, мама? Түсінбеймін дейді ғой. Ербол осында көшіп кел дегенде қатты қуан едім. Аяқ астынан шешімін өзгертті. Ол шешімін өзгертті ме? Я шешімін осының бәріне сенің кесірің. Менің тіпті хабарым жоқ одан. Сенің хабарың жоқ дейді. Сен бізді әдейі ұрыстырайын деп отырсың ғой. Екі туысқанның арасын ашайын деп отырсың. Қазір Ербол келсін, бәрін өзің түсіндіріп айтам. Сен туралы. Осының бәрін істеп отырған сенсің. Төбемнен тас түскендей болды. Мен енем туралы Ерболға ештеңе айтқан емеспін. Бәрін маған жауып отыр. Бұның бәрін бұлай қалдыруға болмайды. Бәрін жанжалсыз шешуім керек. Мама, бір түсінбестік болған секілді мұнда. Не түсінбестік бар? Ол неге шешімін өзгертті аяқ астынан? Бұдан хабарым жоқ. Ол жұмыс, отбасы бәрін уайымдап жүр. Тіпті менің хабарым жоқ сізге қоңырау шалғаннан. Уайымдайтын, бәрінен көп уайымдайтын менмін. Ананың қайғы-қасіретін кім түсінеді дейсің қазір? Уайымдамаңыз, Ерболға өзім звондап, немесе күтейік, қазір келіп қалады. Бірге сөйлесейік, өзім де сөйлесейін. Енес ол күтпестен Сандуғаштан кетіп қалады. Сандуғаш енесінің айтқандарын ой елегінен өткізіп, Қорлан апайды бір жағынан аяйды. Ол Ерболмен тағы да сөйлеспекші болады. Жаным-ау, сен не анаң мен қарындасыңды көшіріп алып келмейтін болдың ба? Оны қайдан білесің? Анам жеткізді ме тағы да? Тіпті ашулы білесің бе? Басында ойлаған анамды Шолпанды үйге алып келейін деп. Өте білесің ғой, әйелдердің басы бір қазанға сыймайтын. Енді далаға тастайсың ба, бірі анаң, бірі бауырың? Маған үйде жанжалдың қажеті жоқ сендердің араларында. Жұмыстан келгенде үйде тып-тыныш болғанын қалаймын. Оларға көмек қажет. Анамды да ренжіткім келмейді. Бір шешімге келіп, оларды көшіру керек. Енесі мен Шолпан Сандуғаш пен Ерболға көшіп келеді. Қорлан апай кір дұрыс жуылмаған. Тамақтың тұзы көп болып кеткен дегенді желеу етіп, келініне шүйліге береді. Ал қызы Шолпанның ас түсіне түсіп, бөлмесіне шайына дейін апарып беріп, шай ішкен ыдысын жууға ерінгеннің өзінде қорғаштап отырады. Салақтың аты салақ. Осында өтектейді екен.
мынауың не мәнтік сенің? Мәнті сүйағы жоқ қой, мына қалай салып жақсың сен? 4 бұрышты қылып жазғанмын ғой, мама. Ой, Ербол мені мәнті керемет ұнатады. Мен ана мәнтіні бар ғой, прямо былай алып тұрып. Мына сенікі біртүрлі мынауың самса сияқты ғой. Мәнтіні былай қып жаю керек міне. Қамыр қандай болғанда не? Мынау қамырды сен қайдан әкелесің? Мынауың қамырың сіпсім жұп-жұмсақ қой. Оны дүкеннен арнайы сатып алдым, мантық арналған. Ой, дүкеннен кім сатып алады? Былай жасау керек, мантыны дүкеннен алмау керек. Өзің дәмдеп қолыңмен жасаң, дәмің тәтті болады. Мынау не? Мынау қап-қатты бір нәрсені аныңды дұрыс елемегесін. Қамыр қандай болғанда не, мама? Мынаны дөңгелек түйіріп істеп соны. Етін аз салады екенсің ғой сен. Етін көбірек сал, дәмді болу үшін. Сыртына шығып кетеді ғой қамырдың. Ой, сыртына шықпайды. Еті көп болса, мәнті болады. Ал еті аз болса, сен қамырды ғана жейсің ғой. Мына былайдан салып, мына қарасаңшы, мінекей, міне былай. Көбірек етін аямай салып, еркектер еттің көп болған жақсы көреді. Былай, мынаны былай салып, түйіп тұрып істеу керек. Қара мінекей, мантыны былай жасайтын біздер бейтіп былай, түйіріп, оны қарасаңшы міне. Менің мантым турамады, міне жерім былай, жер шықта. Қара, міне, осыны үйленіп ал. Осы 6 жыл келін болғанда сен іштеңе үйленбепсің ғой. Магазинге сатып әкеле бересің тұрды, міне қарасаңшы міне. Ұстап көр, қолыңмен ұстап көр, менің мантым ғана. Тамақ әзірлеп болғаннан кейін Сандуғаш үй жинай бастады. Оған Шолпанның әр жерде қалған заттарын, кір ыдыстарын жинауға тура келеді. Сандуғаш қайын сіңлісі мен үйдегі тәртіпке қатысты сөйлеспекші болады. Шолпан, журналдар сенікі ме? Иә, менікі не болды? Артыңнан жинап жүрсеңші, үнемі шашасында жүресің. Не болыпты? Бір рет кружканы тастап. Бірақ рет емес, үнемі осылай. Тисе жаздады. Тисе бермеші маған, нең бар менде? Ербол шалына жаздады осы бакалдарыңа сені. Шалынса, менде нең бар? Мұнда не болып жатыр? Мамам, айтшы, Сандуғаш маған тисе береді. Не айқай шу? Бұл бірақ рет емес, үнемі шашылаты жытады. Артынан жинай болғанмен. Кружканы тастап кетіп еді, маған тисе береді. Айтыңызшы. Ештеңе жоқ, болды. Үйдің шаруасымен айналыс, ол сенің жеке міндетің. Немен соған бала жырап тұрсың, бар? Айтшы, маған тисе береді. Сандуғаштың жынданғанын айтсайшы, бәрін төндіреді де жүреді. Жоқ, менің өз бөлмем болса, жарайды, заттарын бәрі сол жақта жатар еді ғой. Үйде отыратын жер жоқ, бәр жерде у-шу. Мен сабаққа бұлай қалай дайындаймын? Жүреді бәрін, Ерболға жамандап мені. Бұл үйде менен мамадан басқа ешкімде шаруасы да жоқ. Олардың әлі талай сынайтындарын білгенмін. Қанша тірлікті шын көңілмен істесем де, енем маған ескерту жасауын тоқтатпайды. Барлығын жинап Ерболға айтқымақ келеді, бірақ өзім емес пе оны көшіп келулеріне көндірген. Дегенмен Шолпанның көмектесуіне болады ғой. Барлық тірлікті арттарынан жүріп тазалап жүремін, бірақ олар жамандауын ешқашан тоқтатпайды. Ербол, бүгін де кеш келесің бе жұмыстан? Иә, жұмыс көп бүгін. Бітіру керек бүгін. Сен өзіңді күт. Көп жұмыс істеме, шаршап қаласың. Күтеміз бұл мама. Айтпақшы маған ақша керек еді. Квартираны тұрақтыларын төлеп отыр ма? Жоқ, төлеген жоқ. Олар не кешіктіріп отыр? Елдің бәрінің қазір ақшасы жоқ, төлейді ғой. Мына кризис деген бәле болды. Ешкімде ақша жоқ. Енді дос баламын алуға тура келді. Материал ақшам жетпей жатыр еді. Сол жерді қашан бітіресіңдер осы? 1-2 күнде бітіреміз. Сонан кейін алдымызда демаламыз. Өзіңе уақыт бөліп демалған дұрыс болар еді. Уақыт демеуші. Одан ше маған болды, салудан ше салам болды. Ербол шығар салайын. Қызым Шолпан, берекпенші. Не болды, мама? Не, мынаны ал. Мама, қайдан алдыңыз? Квартиралықтардың ақшасы ғой. Ағам біледі ма? Біліп қойса не болады? Білмейді ол. Білмейді. Онсыз да саған қиын болып жүр, өзіңді бір қуаныш жаным. Рахмет, мама, бір сумка алайын деп жүр едім. Рахмет. Ербол өзі ақша тауып алады. Достарынан қарыз алам деген. Бірақ сен байқа, Сандуғаш пен Ербол біліп қоймасын.
Олар білсе сені қайдан алдың деп сұрай береді. Өзіңнің қажетің жара. Шынымды айтсам, енемнің бұл істегені дұрыс болған жоқ. Қайдағы шүберек үшін өз ұлын алдады. Егер Ерболға ақша бермей қойсашы, Ерболға айтқым-ақ келген, бірақ бұл ұрыс керіссіз бітпейтінін білдім. Сондықтан кіріспегенім жөн болар. Қалайсыздар ма? Сәлем. Сәлем. Айтпақшы, мен жақсы жаңалығым бар. Құлыным, ол қандай жаңа? Бүгін ең жақын досым, мен өзім құрылыс материал сататын компаниясын ашып жатыр. Соған мені серіктес қылып шақырып жатыр. Жақсы ғой бұл. Енді? Енді сол, ісіміз алға басады, ала берді. Ағатай, мен сен үшін сонша қуаныштымын. Ертең кездесіп, бәрін досконально, нормально шешіп, қалай істейтінімізді ертең тезірек болса екен асып отырмыз. Әйтеуір біздің үйде бір жақсы жаңалық болды. Я Алла, баламның жолын аша көр, жұмыс ісі алға басып кетсін. Әумин. Әумин. Бұйыртса бәрі жақсы болады, мама. Күнде жақсы жаңалықтар еститін боласыздар. Өзіміздің бизнесіміз. Енді өміріміз жақсарады. Бұрын тиын санай жүруші едік. Қазір жағдайымыз түзелетін болды. Еңбек еткен өзінің жемісін жейді дейді ғой. Бұл рас екен. Солай ойлаймын. Бұл жаңалық бәрімізді қуантты, әсіресе Ерболдың қуанышына қойнына сияр емес. Соңғы уақытта жағымсыз жағдайлар көп болып кеткен еді, мен бәрін ұмытып кеткен деймін. Қазір менің қолдауым ғана қажет Ерболға. Мен бүгін шаршап кеттім, жұмыс көп болды. Бәрі дұрыс па? Айтпақ Сандуғаш, мен саған сыйлық алып келіп едім ғой. Не сыйлық ол? Мінекей, кішігірім сыйлық, тағып көр. Қымбат емес па мұны? Бірез болады. Сіз бұған да жақсыны лайықтысың. Білесің ғой, басында жұмыс қалай жүрмеді, қазір бәрі жақсы. Өз ақшадан қиналып жүреді, Асқар. Қойш, бірез болады, жаным, бірез болады. Рахмет. Сандуғаш, бұл не жүзік? Бұрын көрмеп едім ғой. Ербол берді, мама. Ненің құрметіне? Мерейтойларың өтіп кетті, туған күнің өтіп кетті. Не үшін саған оны берді? Сені бір қуантайын деп едім дейді. Әдемі, иә, мама? Қараңызшы. Не үшін сені қуантады? Қуантайын деп еді. Ербол үйге әдеттегіден кеш келді. Шешесі басым ауырды деген сылтаумен дастарханға келмей қояды. Ербол анасының денсаулығына алаңдап, қал жағдайын білу үшін шешесінің жатқан бөлмесіне барады. Жедел жәрдем шақырайын ба? Ой, жедел жәрдем керек жоқ. Менің ешкімге де керегім жоқ. О, не деген садараңыз? Бізге керексіз ғой сіз. Иә, керегім болмай тұрғаны ғой. Мен қазір сендерге масыл болып тұрмын ғой. Иә, мен масылмын. Бағып-қағып сендерді өсірдім, бәр мейірімді төктім. Алған, осына менен сендерден алған сыйым. Аяғасы неге олай дейсіз? Мен жоқта не болған өзі бұл жерде? Болғаны ғой сол. Мен сендерге, осыншама уақыт сендерге еңбегім сіңді. Мен сенің орында екінші орындағы адаммын ғой. Сен бірінші орнына әйеліңді қойып отырсың ғой. Ең құрмасы, жүзікке де лайықты емеспін ғой мен сорды. Не сандырағыңыз мама? Болғаны ғой сол сандырақ. Қартайғанда осы жасыма келгенде, жүрегіме қаяу салып, менің ешкімге керек болмай қалғаным ғой. Бәленің бәрі сонда екен ғой. Сандуғаш, бері кел, тез бол. Ой. Шеш жүзікті. Не болды? Сандуғаш пен Ерболдың тұрмыс құрғандарына біраз жыл болды. Ербол қысқартуға түсіп, жұмысынан айырылады. Оған қоса Ерболдың қарындасы Шолпан күйеуімен ажырасып, үйіне қайтып келеді. Туыстары уақытша Ербол мен Сандуғаштың үйіне көшіп келеді. Көшіп келген күннен бастап ақ енесі келінінің істеген ісіне көңілі толмай, оған тиісе беретін болады. Сандуғаштың өмірі өмір болмай кетеді. Ерболдың әйеліне сыйлаған жүзігі өзі де шиеленісіп тұрған жағдайға отқа май құйғандай болып әсер етеді. Шеш сақинаны, бол тез. Қалай? Солай. Мә алыңыз. Қалайша, бұл Сандуғаштікі ғой. Бұдан бұлай, әйелдердің жанжалына қатысқым келмейді. Жұмыстан да шаршап жүрмін. Шолпанның да тойына кредит алып, тойын жасап беріп, сіздерге не керек менен басқа? Не, дұрыс айтпадым ба? Ұлым,
бірінші болып мына анасына сыйлау керек еді ғой. Соншалықты мені бір жүзікке татымайын ба? Бұл өмірде көрмеген қиыншылығым жоқ, осыларды жеткізем деп. Анасына бірінші сыйласа қайтер еді. Ербол, сен мамаңа қатты кеттің ғой. Шыдамым таусылып бітті. Қайдағы бір Сақина үшін душ араны бар емес па? Сонда да олай істемеуің керек еді. Ол сен сондайсың, үндемейсің керек жерде. Мен ондай емеспін. Ербол, енді ол қартайған кісі ғой. Қызғаншақ келеді. Болды, қойшы Сандуғаш. Енді үлкен кісі емес. Сен енді ыңғайсыз болып Сақинаның қолынан шешіп алған дұрыс болмады. Мейлі, ештеңе етпейді ол. Шын уайымдамай ақ. Саған одан да жақсысын алып беремін. Келесі күні Сандуғаш үйде қалғанда, оған күйеуінің туысы Салтанат қонаққа келеді. Сандуғаш келген қонағын құшақ жайып қарсы алады. Екеуі дастархан басына жайғасады. 2 ай бұрын болған едім. Иә, сенің келмегеніне де біраз болды. Иә, оның жаңалықтарын айтсаңшы. Жаңалық жоқ, бәрі бұрынғыдай. Мен естуімше, сендер қазір бәрін бірге тұрасыңдар ғой деймін. Иә, солай болып қалды. Ербол оны уақытша дейді. Мама мен Шолпан қазір бізбен бірге. Уақытша болса, саған тіпті жақсы болар еді. Неге ой дейсің? Енді сен қызықтың бәрін білмейсің ғой. Не қызық болды ол? Айтсаңшы. Анада туысқандар жиналғанбыз. Иә. Сонда Қорлан апай бізге қонаққа келген еді. Сендердің жағдайларының қиын екенін айтты. Шолпан туралы көп айтты. Қиындап жатқан ештеңе жоқ. Ол кісі Шолпанды уайымдаған ғой. Соған асырып жерген болар. Ол ештеңе емес қой. Сен бастысын білмейсің. Бастысы? Иә. Айтсаңшы, бастысы жұмбақтамай. Ол бәрінің көзінше сені жамандады. Бәрінің көзінше. Сені үйде түк істемейтінді айтты. Бірақ Шолпан десе, Шолпан пысық. Шолпан үйде бәрін істеді деді. Қалай солай айтуға болады екен осы? Шолпан бір нәрсеге қолын тигізбейді ғой, Салтанат. Бірдеңені алып, бір жерге қоймайды ол. Мен Шолпанды білемін. Бар осы үйдің тірлігі менің қолымда. Мен үнемі солардың артын жинаумен жүремін. Ал Шолпан болса интернеттен шықпайды. Үнемі жатып алып, тіпті ішкен кружкасын орнына апарып қоймайды. Солай өтірік өсек айтуға болады ма? Шолпан Сандуғашқа наразы болып қалады. Өзін жаман атты қылғанына риза емес еді. Салтанаттың келуін күтіп, Сандуғаш пен көзбе-көз сөйлеспекші болады. Екеуміз сөйлесу керекпіз. Не болып қалды? Не туралы? Мен туралы өсектеп жүргеніңді білемін. Өсегі не тағы да? Мені ақымақ қылма, Сандуғаш. Салтанат екеулерімен өсектеп жүргеніңді білемін. Бәленің бәрін бастап жүрген сенің мамаң. Содан сұрап ал бәрін. Маманы бұл жаққа қыстырыспа. Бәлен бар сенен бұл үйден шығады. Өз орныңды біл, Сандуғаш. Сен мен бекерге айыптап тұрсың, Шолпан. Мен бәрін білемін. Менің жеке өмірімнен сенің шатағың болмасын. Тұмсығыңды сұға берме, өкінесің. Мен бәрін айттым, Сандуғаш. Мен қазір сондай ашулымын. Какой она имеет право мені өсектеуге? Еще қасынан өсекші Салтанатты алып апты. Оған ештеңке айтпау керек. Ол оған тағы бір нәрсе қосып, еще хуже өсек шығарады. Бір Құдай білет, қазірде мені өсектеп атқан шығар? Шолпанмен ұрсып қалғаннан кейін Сандуғаш енесімен шындап сөйлесуге бел буады. Басында бәрі сол қалпында қалдырмақшы еді. Бірақ бұл дұрыс шешім еместігін түсінеді. Енесі ел жұрттың көзінше келінін жамандап қоймайды. Ал Шолпан болса, Сандуғашқа ерегісіп шешесінің сөзін қостайды. Енесі бәрін өзіне ыңғайлы етіп бұрып аларын білген Сандуғаш күйеуінің келуін күтеді. Ербол келгенің жақсы болды. Бәрінің болғаныңды қалап едім. Не болды? Мен шыдамым бітті. Төзімім уже шыдамайды менің. Осы уақытқа дейін бетіңізден алған жоқпын, мама. Мен ата-анам сізге мүлдем үлкен адамға бетінен алуды үйретпеген.
Сенің анаң бүкіл туысқандарға мені жамандап, үй тазаламайды, салақ деп айтқан. Түсінесің бе? Мен не істедім сізге? Мен өсіп айтқам жоқ. Мен сен туралы ешқандай жамансыз айтқам жоқ. Бұныңыз не? Ұялмайсыз ба? Өсекшілерге тек өсек қана керек. Осы уақытқа дейін бетіңізден алған жоқпын. Осы уақытқа дейін сізді бір рет те болсын бетіңізден алып бірдеңе дедім ба? Ой, Мен не істедім сізге? мен ба? Кешіріңдер. Мен өзім білмеймін, өзі қалай болғанын мен білмеймін. Мен білмеймін, осы бәрі Шолпанның айырысқанынан болып. Қойыңыз енді, болды. Сендер оны білмейсіңдер. Жыламаңыз болды. Осы қызды ойлап, күн-түнім әбден жиі көп таусылды менің. Болды, мам. Елдің бәріне Мейлі қойыңызшы, бар айыпты ұмытайық. Өткенді қазбаламайық. Мама, мен де түсінсеңізші. Болды. Мен де бәрі жақсы болғанын қалаймын. Жыламаңыз болды. Шолпанның ажырасуы бәріміздің жүйкемізді тоздырды. Ал ол болса, еш нәрсе болмағанда алаңсыз отыр. Мен оған күйеуіңе қайтып бар деп едім ғой. Қазір үйде бұндай дау болмас еді. Әйтеуір бәрі анықталды ғой, бұдан былай өзім жайлы өсек естімеймін деп үміттенемін. Бұл өте жаман. Енді арамызда түсініспеушілік болмау үшін Ати Ерболдың көзінше айттым. Соным дұрыс болған екен. Үйдегі жағдай саябырсып, бір қалыпқа келе бастады. Бұл Сандуғаштың әке-шешесінен үйіне ұлдары Ринаттың қайтып келуімен байланысты. Қорлан апай көңілін балаға аударып, оны барынша өз қамқорлығына алады. Басында Сандуғаш бұған қарсы болмайды, бірақ енесі Ринаттың өмірінде басты орынды алмақшы болады. Ол балаға ата-анасы неге тыйым салса, соған рұқсат беретінді шығарады. Тығып кәмпит береді, түнде мультфильм көруге рұқсат етеді. Әрине, мұның бәрі Сандуғашқа ұнамайды. Шөлдеп қалың шайын ішіп. Ой, айналып кетейін, менің балам ғой. Әкесінен аумай қалған, тура әкесінен аумай қалған біз. Мамасы не тағы да? Мама міне. Мамасының баласы ғой бұл, мамасының баласы. Бердім. Иә, мамам баласы, мамасының өзі, мен мамасының баласымын ғой. Мен ше ғой, шайын ше. Мен баламды қатты сағындым. Ол келгелі ене менің тірлігіме кіріспейтін болды. Үнемі Ринаттың жанында. Бір жағынан ойлаймын, кейде Ринатты еркінсітіп жібереді. Оның зияны тимей ма деп уайымдаймын. Ербол қалай? Бітетін түрі бар ма мынаның? Иә, бітіп қалдым. Маған шлангысын ауыстыру керек екен. Уақытша жасап қойдым. Ербол. Не болды? Осы мама үнемі бар ғой. Ринатқа мені мама деп үйрететін. Не үшін ұнамайды маған? Соны көңіліңе алмаш. Білесің ғой маманың қалай Ринатты жақсы көретін. Қалай ренжімейсің, қалай көңілге алмайсың? Ол кішкентай бала. Ринат та сенің мамасы екенін біледі ғой. Кішкентай бала ғой ертең, миына құйып алады менің мамам деп. Әй, көреміз Ринатты да баласы болғанда. Оған қайда әлі? Болды, басым атымыш, бар тамағың жайындыш. Мен қазір барам. Сандуғаштың отбасы ұрыс жанжалсыз бірнеше күн тыныш болады. Алайда бұл тыныштық ұзағынан болмаған еді. Мұның не балам ау? Ақылды бала солай істейді ма? Бәр тұр бұрышқа. Жақсы жігіттер солай істемейді. Былай тұр, балада жұмысың болмасын. Бар, бұл менің балам. Келе ғой, құлағын түйісті ма? Жүргіт. Анау қайсылар, анау түйісті ма? Ол заттардың бәрін лақтырып жатыр, мама. Ештеңе жоқ. Балада сен Ол шәрбан менің болмасын. балам, оны мен тәрбиелеймін. Сен тәрбиелесің қайтен, бұл да менің балам. Бұдан былай мамаңмын деп айтуды қойсаңшы оған. Енді кім деп айтуым керек? Бұл менің балам. Сандуғаш күйеуімен бірге тұрады. Соңғы кездері Ерболдың жұмысында біраз қиындық туады. Онымен қоса Ерболдың қарындасы Шолпан күйеуімен ажырасып, үйіне қайтып келеді. Қорлан апай ұлының қаражат жағынан көмек көрсетуін талап етеді. Сандуғаш пен Ерболдың үйіне Қорлан апай мен Шолпан уақытша көшіп келеді. Алғашқы күннен бастап-ақ енесі Сандуғашқа риза болмай, болмашы нәрсеге тиісе береді. Сандуғаштың өмірі адам төзгісіздей болды. Сандуғаштың ұлы Ринат үйге қайтып келгеннен бастап, енесінің көңілі немересіне ауады.
Енді енесі мен келіні Ринаттың тәрбиесіне қатысты жанжалдасатынды шығарды. Телефонды құлатып алса несі бар? Соған бола сандуғаш балаға ұрсып кеп берді. Ойпырмай, кішкентай балаға ұрсуға болмайды ғой. Оларға өсіп келе жатыр. Психикасына действиет етеді ғой, ойпырмай. Мен Сандуғаш пен Ерболға осы уақытқа дейін даусымды көтермеймін ғой. Андасаңда енді болып қалады кішкене. Оның өзінде мен қатты ұрыспаймын оларға. Еркелетіп бағып келе жатырмын ғой осы уақытқа дейін оларды. Ербол шешесі мен Сандуғаштың арасындағы түсініспеушілікке наразы еді. Бұдан әрі не істеу керектігі жайлы көп ойланады. Үйдегі ұрыс керістің жалғаспауын қалаған еді. Сол себепті барлығының басын қосып, ашықтан ашық сөйлеспекші болады. Жонымсың, отыр, ойна, кел. Мен сіздер жинаған себебім, мен бір шешім қабылдадым. Мама, Шолпан екеулеріңіз өз үйлеріңізге барасыздар. Не, сен бізді қуайын деп пең? Жоқ, мама, мен сіздерді қуып жатқан жоқпын. Бір үйде екі отбасы тұру мүмкін емес. Бұны байқамау мүмкін емес. Ербол, соны дұрыс деп ойлайсың ба шешіміңді? Біз қайда барамыз? Менің оқуымшы. Шолпан, сен бұл жерде сөз айтуға құқығың жоқ. Біз сені асырай алмайсың ғой? Қалай мама асырамаймын? Қазір жұмысым жақсарып келе жатыр, бірден кесін қылармын. Сіздер кетпесеңіздер, онда біз Сандуғаш екеуміз кетейік. Сіздер осында қалыңыздар. Мен қарсымын. Біз не, көшіп жүре береміз ба? Шолпан, сен қарсы болған керек емес деймін бұл жерде. Сонда менің құқымда жоқ па? Сонда сен бізді қуып жатсың ба? Мама, мен айтарымды айттым, болды. Ойлануға бір күн уақыттарыңыз бар. Мен мұнаған сенбеймін. Осының бар сенің әйеліңнің жұмысы. Сен әйелің сөзін сөйлеп тұрсың. Жоқ, мен бұны өзім қалдырдым, мама, болды. Бір күн уақыт берем. Осының кесірі бәрі анау тұрған Сандуғаш. Мен де солай деп ойлаймын. Екеумізді қуып жатыр, енді қайда барамыз біз? Бәрін дұрыс шешіп едім. Түгелін орынды жасап едім. Менің айтқанымдай болып еді. Менің оқуым енді не болады? Сенің оқуың ба? Үндеме. Ол бүгін мені тыңдамады ма? Мен оны тыңдатам. Ол анасын тыңдайды. Ерболдың мұсы несі? Тіпті мен әлі өзім келе алмай тұрып. Мынау не сұмдық? Шешесі мен қарындасын үйден қуып жатқан. Ойпырмай, мынау әйелінің сөзінен шықпайтын бопты. Мен оған айтам, сен әйеліңді тыңдайсың десем, жоқ, мойындағысы да келмейді. Өзі маған дәлел демекші. Не істесем екен, а? Не болады екен бұның арты? Мен осылай дұрыс болады деп ойладым. Бастапқыда мама мен қарындасым бізге көшіп келгені дұрыс болар ма деген күмән болды. Үйде дәл осында ұрыс керістің болғанын көргім келмеді. Нәтижесі дәл солай болды. Бізге бөлек тұрудан басқа амал қалмады. Әрине, көп жұмыс істеу керек болады. Амал қанша? Ербол, сен осы жолы тым қатты кеттің ау. Мен қайта ақырын айтқаным ғой. Білмеймін, қиын болып, ертең ары қарай өшіп кете ма деп қорқам. Бұдан қиын болмаймыз, ары қарай жаман бола қоймас. Мен өз мамам мен қарындасым білем, ғой қазір ашуланады, қояды содан кейін. Солай боларына сенейікші. Сен менің жақсы көретін жан-бетін тауыпсың ғой. Иә. Ерболдың шешімі мені ғана қуантқан шығар. Десек те, Ербол қатты кеткен сияқты. Олар көшкеннен кейін бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді ұрыс-керіссіз бәрі бітсе екен. Келесі күні Қорлан апай бір шешімге келгені жөнінде айтады. Болған жағдайды өршітіп алмай, барлығын байыппен шешкен дұрыс деген ойға келеді. Иә, мама. Иә, мам, не айтайын деп едіңіз? Келіңдер, отырыңдар. Ербол, балам, сенің айтқан шешімдер туралы Шолпан екеуміз ұзақ сөйлестік. Қандай шешім қабылдадыңыздар? Шолпан енді өзінің жолдасына қайтып барғысы келеді. Өзінің істеген қателіктерін түсініп жатқан сияқты. Есі кірейін деп тоғыздың. Бұл дұрыс болған екен.
Енді шаңырақтарын шайқалтпас ақылдар кіріп. Сендер де мені кешіріңдерші. Мен сендердің араларыңа түскенім ұят болды. Әрине кешіреміз. Бәрі өткен кеткенді ұмытайық. Аллаға шүкір, енді Шолпанды өзің күйеуінен қашуын қоятын шығар. Мен сендерден бір нәрсеге рұқсат сұрайын деп едім. Мен енді сендермен қалғым келеді, мынау жалғыздық деген қиын екен. Менің істегендерім бәрі дұрыс болмады. Анау пәтердің ақшасында бірігіп бюджетке жинайық. Мен немереме көмектесемін. Мен Ринатиксіз өмір сүре алмайды екенмін. Енді мама не дейміз? Шолпан, өз күйеуіме татуласқан өте қуаныштымын. Енді сіз бізге кедергі болмайсыз. Ортамызда еш жанжал да болмасын. Өткен кеткеннің бәрін ұмытайық. Иә, айтқандарың дұрыс. Енді осы қартайған шағымда сендердің шаңырақтарыңа, сендердің орталарыңда ұйытқы болып жүрсем, осыдан басқа менің арманым жоқ. Шолпанның күйеуімен қосылатын жаңалық мені қатты қуанды. Енді Шолпанда бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Мамамен де Сандуғаш тіл табысты. Бұдан артық не тілеуге болады? Үйімізде барлық жағдай қалпына келгеніне мен өте қуаныштымын. Шолпан үшін де болмашы нәрсеге бола кетіп қалуға болмайды ғой. Барлық қиыншылыққа мойынсыну керек, сонда ғана бәрі жақсы болатынына сенем. Өз басым ешқандай қиындыққа мойынсынбаймын. Құдайға шүкір, енеммен де арамыз жақсарды. Ерболдың да жағдайы жақсы болды. Бұдан асқан бақыт бар ма? Шолпан ақыры күйеуімен қайта қосылды. Біраз уақыттан кейін жақындарын аяғым ауыр деген жақсы хабармен қуанды. Ал Қорлан апай болса, Сандуғашқа үй шаруасына көмектесіп, немересін тәрбиелей бастайды. Бұдан былай Ринаттың жеке өміріне араласпаймын деп уәде береді. Немересінің тәрбиесіне қатысты маңызды шешімді шешесі қабылдаған дұрыс деген ойға келеді. Кішкене болса да күйеуіме көмегім тисін деп Сандуғаш жұмысқа шығады. Ерболдың да ісі алға басады. Серіктесімен бірге бастаған бизнесі кеңейіп, шағын құрылыс дүкені, құрылыс материалдарының сауда орталығына айналады. Мінекей, Үйстіп Әлімбай отбасында үйлестік пен түсіністік орнайды. Міне саған үлкен бар салып келді. Қарашы, міне қандай тамаша. Ой, міне кәне. Сені ойнағысы келіп жатыр сені. Шолпанмен ұрсып қалғаннан кейін Сандуғаш енесімен шындап сөйлесуге бел буады. Басында бәрі сол қалпында қалдырмақшы еді. Бірақ бұл дұрыс шешім еместігін түсінеді. Енесі ел жұрттың көзінше келінін жамандап қоймайды. Ал Шолпан болса, Сандуғашқа ерегісіп шешесінің сөзін қостайды. Енесі бәрін өзіне ыңғайлы етіп бұрып аларын білген Сандуғаш күйеуінің келуін күтеді. Ербол келгенің жақсы болды. Бәрінің болғаныңды қалап едім. Не болды? Не? Шыдамым бітті. Төзімім уже шыдамайды менің. Осы уақытқа дейін бетіңізден алған жоқпын, мама. Мен ата-анам сізге мүлдем үлкен адамға бетінен алуды үйретпеген. Сенің анаң бүкіл туысқандарға мені жамандап, үй тазаламайды, салақ деп айтқан. Түсінесің бе? Мен не істедім сізге?
Мен өсік айтқам жоқ. Мен сен туралы ешқандай жаман айтқам жоқ. Бұныңыз не? Ұялмайсыз ба? Өсекшілерге сол тек өсек қана керек. Осы уақытқа дейін бетіңізден алған жоқпын. Осы уақытқа дейін сізді бір ретте болсын бетіңізден алып бірдеңе дедім ба? Ой, Мен не істедім сізге? мен ба? Кешіріңдер. Мен өзім білмеймін, өзі қалай болғанын мен білмеймін. Мен білмеймін, осы бәрі Шолпанның айырысқанынан болып. Қойыңыз енді, болды. Сендер оны білмейсіңдер. Жыламаңыз болды. Осы қызды ойлап, күн-түнім әбден жүй көп таусылды менің. Болды, мам. Қойыңыз. Мені қойыңызшы, бар айыпты ұмытайық. Өткенді қазбаламайық. Мама, мен де түсінсеңізші. Мен де бәрі жақсы болғанын қалаймын. Жыламаңыз болды. Шолпанның ажырасуы бәріміздің жүйкемізді тоздырды. Ал ол болса, еш нәрсе болмағанда алаңсыз отыр. Мен оған күйеуіңе қайтып бар деп едім ғой. Қазір үйде бұндай дау болмас еді. Әйтеуір бәрі анықталды ғой, бұдан былай өзім жайлы өсек естімеймін деп үміттенемін. Бұл өте жаман. Енді арамызда түсініспеушілік болмау үшін Ати Ерболдың көзінше айттым. Соным дұрыс болған екен. Үйдегі жағдай саябырсып, бір қалыпқа келе бастады. Бұл Сандуғаштың әке шешесінен үйіне ұлдары Ринаттың қайтып келуімен байланысты. Қорлан апай көңілін балаға аударып, оны барынша өз қамқорлығына алады. Басында Сандуғаш бұған қарсы болмайды, бірақ енесі Ринаттың өмірінде басты орынды алмақшы болады. Ол балаға ата-анасы неге тыйым салса, соған рұқсат беретінді шығарады. Тығып кәмпит береді, түнде мультфильм көруге рұқсат етеді. Әрине, мұның бәрі Сандуғашқа ұнамайды. Шөлдеп қалың шайын ішіп. Ой, айналып кетейін, менің балам ғой. Әкесінен аумай қалған, тура әкесінен аумай қалған біз. Мамасы не стағды? Мама міне. Мамасының баласы ғой, бұл мамасының баласы. Бүйетім. Иә, мамам баласы, мамасының баласы, мен мамасының баласымын ғой. Мен шоғы шайын шоғы. Мен баламды қатты сағындым. Ол келгелі ене менің тірлігіме кіріспейтін болды. Үнемі Ринаттың жанында. Бір жағынан ойлаймын, кейде Ринатты еркінсітіп жібереді. Оның зияны тимей ма деп уайымдаймын. Ербол қалай? Бітетін түрі бар маманың. Иә, бітіп қалдым. Маған шлангсың керек екен. Уақытша жасап қойдым. Ербол. Не болды? Осы мама үнемі бар ғой. Ринатқа мені мама деп үйрететін. Не үшін ұнамайды маған? Соны көңіліңе алмаш. Білесің ғой маманың қалай Ринатты жақсы көретін? Қалай ренжімейсің, қалай көңілге алмайсың? Ол кішкентай бала. Ринат та сенің мамасы екенін біледі ғой? Кішкентай бала ғой ертең миына құйып алады менің мамам деп. Көреміз Ринатты да баласы болғанда. Оған қайда әлі? Болды, басым атымыш, бар тамағың жайындаш. Мен қазір барам. Сандуғаштың отбасы ұрыс жанжалсыз бірнеше күн тыныш болады. Алайда бұл тыныштық ұзағынан болмаған еді. Мұның не балам ау? Ақылды бала солай істейді ма? Бар тұр бұрышқа. Жақсы жігіттер солай істемейді. Былай тұр, балада жұмысың болмасын. Бар, бұл менің балам. Келе ғой, күлан жесті ма? Жүргіт. Анау қайсы, ана жесті ма? Ол заттардың бәрін лақтырып жатыр, мама. Ештеңе жоқ, балада сен Ол менің балам, оны мен тәрбиелеймін. Сен тәрбиелесің қайтен, бұл да менің балам. Бұдан былай мамаңмын деп айтуды қойсаңшы оған. Енді кім деп айтуым керек? Бұл менің балам. Сандуғаш күйеуімен бірге тұрады. Соңғы кездері Ерболдың жұмысында біраз қиындық туады. Онымен қоса Ерболдың қарындасы Шолпан күйеуімен ажырасып, үйіне қайтып келеді. Қорлан апай ұлының қаражат жағынан көмек көрсетуін талап етеді. Сандуғаш пен Ерболдың үйіне Қорлан апай мен Шолпан уақытша көшіп келеді. Алғашқы күннен бастап-ақ енесі Сандуғашқа риза болмай, болмашы нәрсеге тиісе береді. Сандуғаштың өмірі адам төзгісіздей болды. Сандуғаштың ұлы Ринат үйге қайтып келгеннен бастап, енесінің көңілі немересіне ауады. Енді енесі мен келіні Ринаттың тәрбиесіне қатысты жанжалдасатынды шығарды. Телефонды құлатып алса несі бар?
соған бола сандуғаш балаға ұрсып кеп берді. Ойпырмай, кішкентай балаға ұрсуға болмайды ғой. Оларға өсіп келе жатыр. Психикасына действиет етеді ғой, ойпырмай. Мен сандуғашпен Ерболға осы уақытқа дейін даусымды көтермеймін ғой. Анда-санда енді болып қалады кішкене. Оның өзінде мен қатты ұрыспаймын оларға. Еркелетіп бағып келе жатырмын ғой осы уақытқа дейін оларды. Ербол шешесі мен сандуғаштың арасындағы түсініспеушілікке наразы еді. Бұдан әрі не істеу керектігі жайлы көп ойланады. Үйдегі ұрыс керістің жалғаспауын қалаған еді. Сол себепті барлығының басын қосып, ашықтан ашық сөйлеспекші болады. Жонысы отыр, ойна, кел. Мен сіздер жинаған себебім, мен бір шешім қабылдадым. Мама, Шолпан екеулеріңіз өз үйлеріңізге барасыздар. Не, сен бізді қуайын деп пең? Жоқ, мама, мен сіздерді қуып жатқан жоқпын. Бір үйде екі отбасы тұру мүмкін емес. Бұны байқамау мүмкін емес. Ербол, соны дұрыс деп ойлайсың ба шешіміңді? Біз қайда барамыз? Менің оқуымшы. Шолпан, сен бұл жерде Кейде жаныңды түсінер адамды таппай, жер бетінде жападан жалғыз қалғандай күй кешесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Сандуғаш Әлімбаеваның отбасын құрғанына 6 жыл болды. Жолдасы Ербол екеуі Ринат деген ұлдарын тәрбиелеп отыр. Бұрын Ербол құрылыс компаниясында менеджер болып жұмыс істеген еді. Қысқартуға түскеннен кейін қолынан келген кез келген істен бас тартпай жұмыс істеп жүре береді. Ерболдың тұрақты жұмысынан айырылуы ерлі зайыптының басына түскен қиындықтың басы ғана еді. Мен жолдасымды өте қатты жақсы көремін. Әрине біз бай отбасы емеспіз, дегенмен Ербол барлық күшін салуда. Ерболдың еңбекқорлығы, талапкерлігі және оның еңбек сүйгіштігі қатты бағалаймын. Және оған қолымнан келген барлық көмекті аямаймын. Қазір бірімізге сүйеу болып, бірімізді қолдау көрсетсек, отбасы бақытты болады деп ойлаймын. Тіпті не істерімді білмеймін. Біздің Шолпан күйеуінен арысайын деп жатыр. Мен болсам қолынан ештеңе келмейді. Мама, олар деген жарасым жібеді ғой. Бұл қалай болғаны? Жүрегім ауырады осының бәрін ойласам. Уайымдай бермеңіз, мама. Бәрі жақсы болады. Бір-бірін түсініп кетеді, жастар ғой әлі. Бірі қосылып, бірі ажырап жатыр қазір. Білмеймін. Шолпан болса әлі оқуын бітірген жоқ, жұмыс істемейді. Мен болсам зейнеткермін. Енді Ербол көмектеспесе, бізге кім көмектеседі? Анасына көмектеспегенде кімге көмектеседі? Осы сендер үшін, осы балаларды өсіріп, оқытып жеткіземде бар өмірімді арнадым. Ендігі сендер де балаларым. Бар көмектеріңді аямаңдар бізден. Сандуғаш бұл жаңалыққа аса қуана қоймады. Енесі аяқ астынан өз жағдайын айтып жетіп келді. Сандуғаш бұл мәселені жолдасымен бірге талқылап, қандай да бір келісімге келуді шешті. Ербол, қайсың? Жақсы. Түріңе не болған? Мен шаршадым, жұмыс көп болды бүгін. Бәрі дұрыс па? Жақсы, бәрі болады. Тамақ дайын, жуынып алсаңшы. Бүгін бір квартираның обделкасын жасағанбыз ғой. Иә. Соның хозяйының жарты ақшасын беріп, жарты ақшасын кейін беремін. Түсінбейсің. Өмірде сондай адамдар кездеседі екен. Сосын төлейін деп жүрген болар.
Бүгін маман келіп кетті айтпақшы. Ой, мама келді ма? Иә, Не жаңалық дейді мама? жаңалықтың жайы маз емес. Шолпан ажырасқалы жатыр екен. Ой, сол қызға не жетпейді, өзі күйеуге шығу ойыншық болған? Тиемсе тиіп, ажырасам десе ажырасатын. Енді жастар ғой бір-бірін түсінбей жүрген болар. Татуласып кетер. Әй, мен чайын дайын ба? Дайын. Чай құш. Сен оған несіне ашуланасың? Қалай ашуламайсың? Мамам бүгін келіп, Шолпанның оқуын жайлы айтып, өздерінің жейтіні бар, ішетіні бар, шығатыны бар. Ақша сұрап келді. Соны Ерболға айтсам қалай болады деп. Енді мен екіге бөлінем ба? Өзім жағдайымды әрең жасап жүргенде енді мойныма отырайын дедім олар. Енді мамаң ғой сенің, далаға тастайсың ба? Оның несіне ашуланасың? Қалай ашуланбайсың өзім жағдайымды әрең жасап жүргенде? Ерболға бұл жағдай қатты әсер етеді деп ойлаған жоқпын. Әрине ол қазір қатты шаршап жүр. Өзінің проблемасы да жеткілікті. Мен оны түсінемін. Енемнің өтінішіне ренжімесем мен де қуанған жоқпын. Бірақ не істеймін? Олар біздің туысқандар, бас тарта алмаймыз. Осылай Ербол қатты ашуға берілген кезде сабасына түсіріп, басқа әңгімеге бұрмалап жіберемін. Не болса да ойланып шешкен дұрыс. Өзің сөйлесесің ауаныңмен. Жарайды, өзім сөйлесем. Астан алсаңшы, қазір шай қоя. Қырсық, жалғыз келмейді деп айтады ғой. Шолпан, некенің дәмін татпай жатып үйге қайтып келмекші. Бұл не деген масқара? Енді туыстарының аузында осы тақырып жүргенде сенімдімін. Шолпан мойныма келіп отыратын болды. Жоқ, мен бұған жол бермеймін. Шолпанға айтам, күйеуіне қайтсын. Күйеуі бағып, оқуын төлесін деймін. Келесі күні Ербол шешесімен Шолпан жайлы сөйлеспекші болады. Ол шешесінің үйіне Шолпанды күйеуіне қайтаруға көндіретіндігіне сенімді болып келген еді. Қалдарыңыз қалай, мам? Құдайға шүкір, бәрі жақсы бізде. Мен кеше Сандуғашпен сөйлесіп едім. Шолпан, сендерге не болып жүр? Қойшы, ол туралы сөйлескім келмейді. Ажырасамыз деп шештік, болды. Жарайды, дұрыс. Оны қайта-қайта сұрап қазбалай бергенін не пайда балам? Пайдасы бар, мама. Мен бәріңізді қалай асырайын? Шолпанның оқуы бар. 3 жыл оқиды әлі. Жыл сайын оқуың ақшасы көтеріліп жатыр ғой, білесіздер. Қызық, мен енді қалай оқымаймын? Білімсіз қайда барам мен? Қайда барам еді? Күйеуіне бар. Оқуын төлесін. Біз сен күйеуге не үшін бердік? 3 айдан кейін келіп қайтып келіп менің мойныма отыршын? Мен оған қайтпаймын. Біз ажырасамыз деп шештік қой. Немене ақылы үйрете бересіңдер маған? Мынаны қара. Онда қайтпасаң, оқуың ақшасын өзің төлейсің. Түсіндің ба? Аллах, мыналарға не болды менің балаларыма? Ой, Аллай. Бұлардың мұндандай бір-бірімен қырқысады деп кім ойлаған? Керегі де осы еді. Шешелерінің алдында балаларының ұрысқаны. Шолпанды әрең дегенде тыныштырып едім. Ол онсыз да қамығып жүр ғой. Ерболдікі мұнысы несі? Келді де отқа майды құйды да кетті. Онсыз да бейшара қыз әрең жүреді. Ербол ойлайды ғой. Елдің бәрінің некелер өздердікідей бақытты деп. Қарындасын ренжіткеннен ол не табады? Қолынан келсе көмектеспей ма? Байғыз қызым-ай. Әр қартай өмірі не болды екен? Ербол кеткеннен кейін Қорлан апай мен Шолпан өз жағдайлары туралы ұзақ сөйлесті. Баласының істегені Қорлан апайға мүлдем ұнамады. Мұның барлығы әйелінен болып отырғандығына Қорлан апай сенімді еді. Біз одан көп нәрсе сұрап жатырық па? Осының бәрі ана Сандуғаш деген әйел істеп жүр. Айтпады деме, мен бұны білемін. Сенімдімін мен. Ол өмірде бейшарада болып тып-тыныш жүріп, үйде бәле шығарады. Менің айтқаным айтқан. Ол бірақ ешкімді тыңдамайды ғой. Тыңдамайды. Тыңдайды, мен тыңдатамын. Ол шешесін тыңдамай көрсін. Ешқайда ол кетпейді. Ол менің ұлым болса, ол мені тыңдайды. Бәрі дұрыс болады деп үміттенемін. Маған айдың аяғында оқу ақшасын төлеу керек қой. Төлемесе мені оқудан шығарып тастайды. Шығармайды. Мен бір нәрсе ойлап тауып қойдым. Ерболға қарағанда мамама сенуге болады.
Ербол мені мүлдем түсінбейді. Менің ажырасқым келген жоқ, бірақ осылай болып қалды. Күйеуімен татуласқым келмейді. Бұған менің намысым жол бермейді. Мен сатқындықты кешірмеймін. Ербол анасының үйінен көңілсіз қайтты. Ол Шолпанды үйіне қайтаруға қанша тырысса да, оны көндіре алмай, ұрсып қалғандығы туралы Сандуғашпен бөліседі. Түсінбейді, құлағына да қыстырып сенбейді. Мамат, қатты еркелетіп жүрген сол қызды. Тағы да ұрсып келдің бе? Қалай ұрыспайсың? Ешкімге түсінбесе. Қалай ұрсасың, қалай үзесің қатынасты? Арада сыйластық болмайды ма? Бол, қыш, басын қатырма, шаршап кеттің. Бәрі былығып кетті ғой. Мен бұл жанжалдың жақсылықпен бітпейтінін білгенмін, дегенмен жақсылықтан үміт күткен болатын. Соңғы уақытта Ербол күйгелектеніп жүр, оны түсінуге болады ғой. Шолпанның мінезі мәз емес, қырсық. Үндемейтін жерде үндемей қоя салмайды. Ол ондай мінез ер адамдарға еш ұнамайды ғой, оның ішіндегі Ерболға. Сондықтан мен олардың ұрсып қалуларына еш таң қалмаймын. Арты не боларын да білмеймін. Жанжалдан кейін Ерболдың анасы қоңырау соғып, болған жағдайдан шығудың жолын ұсынады. Шолпан екеуі Ерболдың үйіне көшіп келіп, өз пәтерін жалға беруге болатынын айтады. Анаммен дұрыстап сөйлестім. Бір шешімге келдік. Қандай шешім қабылдадыңыздар? Біздің үйге келіп тұратын болды. Өз үйлерін пәтерге беріп, кішкене жалақынды, табыстарын кішкене өздері шешетін болды. Маған да кішкене жеңіл болатын болды. Түнімен ұйықтай алмадым. Қалай болатынын ойладым. Мамамды да, Шолпанды да ренжіткім келмеді. Енді бізбен бірге тұрса, ұрыс керіс болатын білгенмін. Енді қайткенмен де бәріміз бір отбасымыз ғой, мені сол ғана тоқтатып тұр. Ербол әрине мені таң қалдырды. Анасы мен қарындасын көшіріп алып келу туралы шешім қабылдайды деп ойлаған жоқпын. Ол маған ұнамайды, бірақ олармен қарым-қатынасымды бұзғым келмейді. Солай болу керек деп қабылдадым. Енді арамызда түсініспеушілік болмайды деп үміттенемін. Ербол телефон арқылы анасымен ұзақ сөйлескесін жұмысына кетеді. Сандуғаш үй жинауға кіріседі. Жолың болсын. Жарайды, жақсы. Кешікпе жұмыстан. Жақсы. Мам, Ербол үйде ме? Ол жұмыста, мам. Оның болмаған дұрыс болды. Екеуміз көзбе-көз сөйлесуіміз керек. Жайшылық па, мама, тыныштық па? Сен қалайсың? Туысқандардың арасына ашуға бола ма екен? Сен барып тұрған ұятсызсың. Түсіндірсеңізші, мам, не болып қалды? Не болып қалды? Не болып қалды дейсің? Бетіме қарай күлерсің сен менің. Артымнан неше бір жаман сөз айтасың. Сен осының бәрін істеп жүрген сенсің. Не істеппін, айыбымды айтсаңызшы, Мен мам. сені мұндайды күтпеп едім. Сандуғаш пен Ерболдың отасқандарына біраз жыл болды. Ербол қысқартуға түсіп, тұрақты жұмысынан айырылады. Жұт жет ағайынды демекші, Ерболдың қарындасы күйеуімен ажырасып, үйге қайтып келеді. Бұл аз болғандай, шешесі қаржы жағынан Ерболға жәрдем бер деп талап етеді. Ербол шешесі мен қарындасын үйіне көшіріп алып келіп, пәтерді жалға беруді ойластырады. Сандуғаш күйеуінің шешімімен келіседі. Алайда, енесі жанжал шығарады. Түсіндірсеңізші, түк түсінсем бұйырмасын, не болды, мама? Түсінбеймін дейді ғой. Ербол осында көшіп кел дегенде қатты қуан едім. Аяқ астынан шешімін өзгертті. Ол шешімін өзгертті ме? Я шешіміз, осының бәріне сенің кесірің. Менің тіпті хабарым жоқ одан. Сенің хабарың жоқ дейді. Сен бізді әдейі ұрыстырайын деп отырсың ғой. Екі туысқанның арасын ашайын деп отырсың. Қазір Ербол келсін, бәрін өзің түсіндіріп айтам. Сен туралы. Осының бәрін істеп отырған сенсің. Төбемнен тас түскендей болды. Мен енем туралы Ерболға ештеңе айтқан емеспін. Бәрін маған жауып отыр. Бұның бәрін бұлай қалдыруға болмайды. Бәрін жанжалсыз шешуім керек. Мама, бір түсінбестік болған секілді мұнда. Не түсінбестік бар? Ол неге шешімін өзгертті аяқ астынан? Бұдан хабарым жоқ. Ол жұмыс, отбасы бәрін уайымдап жүр. Тіпті менің хабарым жоқ сізге қоңырау шалғаннан. Уайымдайтын, бәрінен көп уайымдайтын менмін.
Ананың қай қасиетін кім түсінеді дейсің қазір? Уайымдамаңыз, Ерболға өзім звондап, немесе күтейік, қазір келіп қалады. Бірге сөйлесейік, өзім де сөйлесейін. Енесі ұлын күтпестен Сандуғаштан кетіп қалады. Сандуғаш енесінің айтқандарын ой елегінен өткізіп, Қорлан апайды бір жағынан аяйды. Ол Ерболмен тағы да сөйлеспекші болады. Жаным-ау, сен не анаң мен қарындасыңды көшіріп алып келмейтін болдың ба? Оны қайдан білесің? Анам жеткізді ме тағы да? Тіпті ашулы білесің бе? Басында ойлаған анамды Шолпанды үйге алып келейін деп. Өті білесің ғой, әйелдердің басы бір қазанға сыймайтын. Енді далаға тастайсың ба, бірі анаң, бірі бауырың? Маған үйде жанжалдың қажеті жоқ сендердің араларында. Жұмыстан келгенде үйде тып-тыныш болғанын қалаймын. Оларға көмек қажет. Анамды да ренжіткім келмейді. Бір шешімге келіп, оларды көшіру керек. Енесі мен Шолпан Сандуғаш пен Ерболға көшіп келеді. Қорлан апай кір дұрыс жуылмаған. Тамақтың тұзы көп болып кеткен дегенді желеу етіп, келініне шүйліге береді. Ал қызы Шолпанның ас түсіне түсіп, бөлмесіне шайына дейін апарып беріп, шай ішкен ыдысын жууға ерінгеннің өзінде қорғаштап отырады. Салақтың аты салақ. Осында өтектейді кеді. Мынауың не мәнтік сенің? Мәнті сүйегі жоқ қой, мұнан қалай салып жақсың сен? 4 бұрыш тығып жазғанмын ғой, мама. Ой, Ербол мені мәнтімді керемет ұнатады. Мен ана мәнтіні бар ғой, прямо былай алып тұрып. Мына сенікі бір түрлі мынауың самса сияқты ғой. Мәнтіні былай қып жаю керек міне. Қамыр қандай болғанда не? Мынау қамырды сен қайдан әкелесің? Мынау қамырың сіп-сіп жұп-жұмсақ қой. Оны дүкеннен арнайы сатып алдым, мантық арналған. Ой, дүкеннен кім сатып алады? Былай жасау керек, мантыны дүкеннен алмау керек. Өзің дәмдеп қолыңмен жасаң, дәмің тәтті болады. Мынау не? Мынау қап-қатты бір нәрсені аныңды дұрыс елемегесің. Қамыр қандай болғанда не, мама? Мынаны дөңгелек түйіріп істек соны. Етін аз салады екесің ғой сен. Етін көбірек сал, дәмді болу үшін. Сыртына шығып кетеді ғой қамырдың. Ой, сыртына шықпайды. Еті көп болса ол мәнті болады. Ал еті аз болса сен қамырды ғана жейсің ғой. Мына былайдан салып, мына қарасаңшы, мінекей, мына былай. Көбірек етін аямай салып, еркектер еттің көп болған жақсы көреді. Мынаны былай салып, түйіп тұрып істеу керек. Қара мінекей, мантыны былай жасайтын біздер бейтіп былай, түйіріп, оны қарасаңшы мені. Менің мантым турамады, мә жерім былай, шиыршықта. Қара, мені, осыны үйленіп ал. Осы 6 жыл келін болғанда сен іштеңін үйленбепсің ғой. Мәгазіне сатып әкеле бересің тұрды, мені қарасаңшы мені, ұстап көр, қолыңды ұстап көр, менің мантым ғана. Тамақ әзірлеп болғаннан кейін Сандуғаш үй жинай бастады. Оған Шолпанның әр жерде қалған заттарын, кір ыдыстарын жинауға тура келеді. Сандуғаш қайын сіңлісі мен үйдегі тәртіпке қатысты сөйлеспекші болады. Шолпан, журналдар сенікі ме? Иә, менікі не болып? Артыңа жинап жүрсеңші, үнемі шашасында жүресің. Не болыпты? Бір рет кружканы тастап. Бір-ақ рет емес, үнемі осылай. Кеше былай жаздады. Тисе бермеші маған, нең бар менде? Ербол шалына жаздады осы бакалдарыңа сені. Шалынса, менде нең бар? Мұнда не болып жатыр? Мамам айтшы, Сандуғаш маған тисе береді. Не айқай шу? Бұл бір-ақ рет емес, үнемі шашылап жатады. Бір рет кружканы тастап кетіп еді, маған тисе береді. Айтыңызшы. Ештеңе жоқ, болды. Үйдің шаруасымен айналыс, ол сенің жеке міндетің. Немен соған бала жұрап тұрсың, бар? Айтшы, маған тисе береді. Сандуғаштың жынданғанын айтсайшы, бәрін төндіреді де жүреді. Жоқ, менің өз бөлмем болса, жарайды, заттарын бәрі сол жақта жатар еді ғой. Үйде отыратын жер жоқ, бәр жерде у-шу. Мен сабаққа бұлай қалай дайындаймын? Жүреді бәрін, Ерболға жамандап мені. Бұл үйде менен мамадан басқа ешкімде шаруасы да жоқ. Олардың әлі талай сынайтындарын білгенмін. Қанша тірлікті шын көңілмен істесем де, енем маған ескерту жасауын тоқтатпайды. Барлығын жинап Ерболға айтқым-ақ келеді, бірақ өзім емес пе оны көшіп келулеріне көндірген. Дегенмен Шолпанның көмектесуіне болады ғой. Барлық тірлікті арттарынан жүріп тазалап жүремін, бірақ олар жамандауын ешқашан тоқтатпайды. Ербол, бүгін де кеш келесің бе жұмыстан?
иә жұмыс көп бүгін бітіру керек бүгін. Сен өзіңді күт. Көп жұмыс істеме, шаршап қаласың. Күтеміз бұл мама. Айтпақшы маған ақша керек еді. Маған квартира тұрақтыларын төлеп отыр ма? Жоқ, төлеген жоқ әлі. Олар не кешіктіріп отыр? Елдің бәрінің қазір ақшасы жоқ, төлейді ғой. Мына кризис деген бәле болды. Ешкімде ақша жоқ. Енді дос баламның алға тура келді. Материал ақшам жетпей жатыр еді. Сол жерді қашан бітіресіңдер осы? 1-2 күнде бітіреміз. Содан кейін алып жерде демаламыз. Өзіңе уақыт бөліп демалған дұрыс болар еді. Уақыт демеуші. Мен кешіп баратырмын. Жоғынан ше мама болды, салудан ше салам болды. Ербол шығарып салайын. Қызым Шолпан, беріп кетші. Не болды, мама? Не, мынаны ал. Мама, қайдан алдыңыз? Квартиралықтардың ақшасы ғой. Ағам біледі ма? Біліп қойса не болады? Білмейді ол. Білмейді. Онсыз да саған қиын болып жүр, өзіңді бір қуаныш жаным. Рахмет, мама, бір сумка алайын деп жүр едім. Рахмет. Ербол өзі ақша тауып алады. Достарынан қарыз алам деген. Бірақ сен байқа, Сандуғаш пен Ербол біліп қоймасын. Олар білсе сені қайдан алдың деп сұрай береді. Өзіңді қажетін жағы. Айтпай. Шынымды айтсам, енемнің бұл істегені дұрыс болған жоқ. Қайдағы шүберек үшін өз ұлын алдады. Егер Ерболға ақша бермей қойсашы, Ерболға айтқым-ақ келген, бірақ бұл ұрыс керіссіз бітпейтінін білдім. Сондықтан кіріспегенім жөн болар. Қалайсыздар ма? Сәлем. Сәлем. Айтпақшы мен жақсы жаңалығым бар ма? Құлыным, ол қандай жаңа? Бүгін ең жақын досым, мен өзім құрылыс материал сататын компаниясын ашып отыр. Соған мені серіктес қылып шақырып отыр. Жақсы ғой бұл. Енді Сол ісіміз алға басады, ала берді. Ағатай, мен сен үшін сонша қуаныштымын. Ертең кездесіп, бәрін досконально, нормально шешіп, қалай істейтінімізді ертең тезірек болса екен асып отырмын. Әйтеуір біздің үйде бір жақсы жаңалық болды. Я Алла, баламның жолын аша көр, жұмыс ісі алға басып кетсін. Әумин. Бұйыртса бәрі жақсы болады, мама. Күнде жақсы жаңалықтар еститін боласыздар. Өзіміздің бизнесіміз. Енді өміріміз жақсарады. Бұрын тиын санап жүршедік. Қазір жағдайымыз түзелетін болды. Еңбек еткен өзінің жемісін жейді дейді ғой. Бұл рас екен. Солай ойлаймын. Бұл жаңалық бәрімізді қуантты, әсіресе Ерболдың қуанышына қойнына сияр емес. Соңғы уақытта жағымсыз жағдайлар көп болып кеткен еді. Мен бәрін ұмытып кеткен деймін. Қазір менің қолдауым ғана қажет Ерболға. Бүгін шаршап кеттім, жұмыс көп болды. Бәрі дұрыс па? Айтпақшы Сандуғаш, мен саған сыйлық алып келіп едім ғой. Не сыйлық ол? Мінекей, кішігірім сыйлық, тағы көр. қымбат емес па мынау? Әдемі. Бірез болады. Сіз бұдан да жақсыны лайықтысың. Білесің ғой, басында жұмыс қалай жүрмеді. Қазір бәрі жақсы. Өз ақшадан қиналып жүреді. Қош, бірез болады, жаным. Бірез болады. Рахмет. Сандуғаш, бұл не жүзік? Бұрын көрмеп едім ғой. Ербол берді, мама. Ненің құрметіне? Мерейтойларың өтіп кетті, туған күнің өтіп кетті. Не үшін саған оны берді? Сені бір қуантайын деп едім дейді. Әдемі иә алма? Қараңызшы. Не үшін сені қуантады? Қуантайын деп еді. Ербол үйге әдеттегіден кеш келді. Шешесі басым ауырды деген сылтаумен дастарханға келмей қояды. Ербол анасының денсаулығына алаңдап, қал жағдайын білу үшін шешесінің жатқан бөлмесіне барады. Жедел жәрдем шақырайын ба? Ой, жедел жәрдем керек жоқ. Менің ешкімге де керегім жоқ. О, не деген садыраңыз? Бізге керексіз ғой сіз. Иә, керегім болмай тұрғаны ғой. Мен қазір сендерге масыл болып тұрмын ғой. Иә, мен масылмын. Бағып-қағып сендерді өсірдім, бәр мейірімді төктім. Алған, осына менен сендерден алған сыйым. Аяғасы неге олай дейсіз? Мен жоқта не болған өзі бұл жерде? Болғаны ғой сол. Мен сендерге, осыншама уақыт сендерге еңбегім сіңді. Мен сенің орында екінші орындағы адаммын ғой. Сен бірінші орына әйеліңді қойып отырсың ғой. Ең құрмасы, жүзікке де лайықты емеспін ғой мен сорым. Сандырағыңыз мама. Болғаны ғой сол сандырақ. Қартайғанда осы жасыма келгенде
жүрегіме қаяу салып, менің ешкімге керек болмай қалғаным ғой. Бәленің бәрі сонда екен ғой. Сандуғаш, бері кел, тез бол. Ой. Шеш жүзікті. Не болды? Сандуғаш пен Ерболдың тұрмыс құрғандарына біраз жыл болды. Ербол қысқартуға түсіп, жұмысынан айырылады. Оған қоса Ерболдың қарындасы Шолпан күйеуімен ажырасып, үйіне қайтып келеді. Туыстары уақытша Ербол мен Сандуғаштың үйіне көшіп келеді. Көшіп келген күннен бастап ақ енесі келінінің істеген ісіне көңілі толмай, оған тиісе беретін болады. Сандуғаштың өмірі өмір болмай кетеді. Ерболдың әйеліне сыйлаған жүзігі өзі де шиеленісіп тұрған жағдайға отқа май құйғандай болып әсер етеді. Шеш Сақинаны, бол тез. Қалай? Солай. Мә алыңыз. Қалайша, бұл Сандуғаштікі ғой. Бұдан бұлай, әйелдердің жанжалына қатысқым келмейді. Жұмыстан да шаршап жүрмін. Шолпанында тойына кредит алып, тойын жасап беріп, сіздерге не керек менен басқа? Мен не дұрыс айтпадым ба? Ұлым бірінші болып мына анасына сыйлау керек еді ғой. Соншалықты мен не бір жүзікке татымайын ба? Бұл өмірде көрмеген қиыншылығым жоқ. Осыларды жеткізем деп. Анасына бірінші сыйласа қайтер еді. Ербол, сен мамаңа қатты кеттің ғой. Шыдамым таусылып бітті. Қайдағы бір Сақина үшін душ араны бар емес па? Сонда да олай істемеуің керек еді. Ол сен сондайсың, үндемейсің керек жерде. Мен ондай емеспін. Ербол, енді ол қартайған кісі ғой. Қызғаншақ келеді. Болды, қойшы Сандуғаш. Енді үлкен кісі емес. Сен енді ыңғайсыз болып Сақинаның қолынан шешіп алған дұрыс болмады. Мейлі, ештеңе етпейді ол. Шын уайымдамай ақ. Саған одан да жақсысын алып беремін. Келесі күні Сандуғаш үйде қалғанда, оған күйеуінің туысы Салтанат қонаққа келеді. Сандуғаш келген қонағын құшақ жайып қарсы алады. Екеуі дастархан басына жайғасады. 2 ай бұрын болған едім. Иә, сенің келмегеніне де біраз болды. Иә, оның жаңалықтарын айтсаңшы. Жаңалық жоқ, бәрі бұрынғыдай. Мен естуімше, сендер қазір бәрін бірге тұрасыңдар ғой деймін. Иә, солай болып қалды. Ербол оны уақытша дейді. Мама мен Шолпан қазір бізбен бірге. Уақытша болса, саған тіпті жақсы болар еді. Неге олай дейсің? Енді сен қызықтың бәрін білмейсің ғой. Не қызық болды ол? Айтсаңшы. Анада туысқандар жиналғанбыз. Иә. Сонда Қорлан апай бізге қонаққа келген еді. Сендердің жағдайларының қиын екенін айтты. Шолпан туралы көп айтты. Қиындап жатқан ештеңе жоқ. Ол кісі Шолпанды уайымдаған ғой. Соған асырып жерген болар. Ол ештеңе емес қой. Сен бастысын білмейсің. Бастысы? Иә. Айтсаңшы, бастысы жұмбақтамай. Ол бәрінің көзінше сені жамандады. Бәрінің көзінше. Сені үйде түк істемейтінді айтты. Бірақ Шолпан десе, Шолпан пысық. Шолпан үйде бәрін істеді деді. Қалай солай айтуға болады екен осы? Шолпан бір нәрсеге қолын тигізбейді ғой, Салтанат. Бір денені алып, бір жерге қоймайды ол. Мен Шолпанды білемін. Бар осы үйдің тірлігі менің қолымда. Мен үнемі солардың артын жинаумен жүремін. Ал Шолпан болса интернеттен шықпайды. Үнемі жатып алып, тіпті ішкен кружкасын орнына апарып қоймайды. Солай өтірік өсек айтуға болады ма? Шолпан Сандуғашқа наразы болып қалады. Өзін жаман атты қылғанына риза емес еді. Салтанаттың келуін күтіп, Сандуғаш пен көзбе-көз сөйлеспекші болады. Екеуміз сөйлесу керекпіз. Не болып қалды? Не туралы? Мен туралы өсектеп жүргеніңді білемін. Өсегі несі тағы да? Мені ақымақ қылма, Сандуғаш. Салтанат екеулерімен өсектеп жүргеніңді білемін. Бәленің бәрін бастап жүрген сенің мамаң. Содан сұрап ал бәрін. Маманы бұл жаққа қыстырыспа. Бәленің бар сенен бұл үйден шығады.
Өз орныңды біл, сандуғаш. Сен мен бекерге айыптап тұрсың, Шолпан. Мен бәрін білемін. Менің жеке өміріммен сенің шатағың болмасын. Тұмсығыңды суға берме, өкінесің. Мен бәрін айттым, сандуғаш. Мен қазір сондай ашулымын. Какой она имеет право мені өсектеуге? Еще қасынан өсекші салтанатты алып апты. Оған ештеңке айтпау керек. Ол оған тағы бір нәрсе қосып, еще хуже өсек шығарады. Бір құдай білет, қазірде мені өсектеп атқан шығар.